Иә, достар, Хоаким Бакли Колби Ковингтонның бетін қанға бояп, жеңген болатын. Толық жекпе-жек менің телеграм арнамда. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Ал біз Хоаким Баклидің жекпе-жектен кейінгі пресс-конференциясын тыңдайтын боламыз. Сіздермен солай де арнасы, біз бастаймыз. Көптердің қателігі ойлар. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді. Мен жайлы ештеңе білмеймін. Жалқаттың ағылшынша тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Өте керемет жекпе-жек болды. Рахмет. Өзінің көзқарасында ойында айтсан. Иә, бұл менің алғашқы басты карттағы жекпе-жегім, және ол өте керемет өтті. Толық картта жақсы өтті, нокауттар көп болды. Ал менің жекпе-жегім болса тоқтамауы керек еді. Бірақ болған іс болды, денсаулық керек бәріне. Бірақ сезіп тұрмын, 2025 менің жылым болады. Бәрін қолыма аламын. Бүкіл айтқан нәрсемді қатар 6 жеңісіммен дәлелдедім. Менде 8 нокаут бар UFC-де. Сондықтан белбеу үшін күресуге жеткілікті жұмыс жасадым. Келесі Шавкат белбеуге таласатынын білемін. Бүгін Құдай қалауымен жеңдім, бірақ Шавкатпен немесе Белалмен бір нәрсе болып жатса, мен шығуға дайынмын. Оларды бақылаймыз. Мен 2025 жылы белбеуді жеңіп таққа отырғым келеді, брат. Сондықтан солай, мен кеттім, рахмет бәріне. Иә, достар, осылайша Хоаким Бакли қысқа да нұсқа жауап қайтарып, көп сөз бұқ сөз деп кете салды. Ал бүгінгі бейнеміз қуаныш пен рыс дәулеттің арқасында шыққан болатын. Қазақ контенттің, қазақ арнасын қолдап жатқандарыңызға мұнда бір алғыс. Барлық арнамыздың дамуына кетеді. Егер де сіз келесі бейнен шығуына септік тигізгіңіз келсе, онда осы нөмірге кез келген қаражат жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Қолдап жатқан комментарийларыңыз үшін көп алғыс айтамын. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше қош аман сау болыңыздар. Сіздермен болған солай де арнасы. Бізді жоғалтып алмас үшін тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді келесі жылы кездесетін секілдіміз. 2025 жыл құтты болсын, аман сау жүздесейік. Сау болыңыздар. Нағыл дейді, тренировка как готов. Жайлап демалып жатырмыз. Тек қана қыдырыс. Басқа не болсын бізде, тек қана қыдырыс. Дайындалмаймыз. Шыға сала отыра саламыз, болсын үйге қайта саламыз солай. Дайындық вообще жоқ бізде. Жат шыға саламыз, болды, отамыз, қайтамыз. Басқа ештеңе керек емес қой.